Нос бар ма, нос, родной? Тамақ зор кетті. Зор кетті. Нос бар ғой, родной, дайындап қойған. Нан барасын туалетке беріп атып аласың да, жер сипалап қаласың. Родной неге тілдің астына атасың? Тіл мына жер уже, ерінің асты үсті теппейді уже. Бір рет баняға достармен барамыз ғой. Мына жерге нос қоямыз, мына жерге, мына екі жерге бүйтіп қойып. Бүйтіп 10 минут отырып бүйтіп. Құлаған Атып алмадыңдар ма? Вообще жоқ болып кететін. Мынау родной, қазір туалетке кіре алмаймын. Мен де сондай болып кеткенмін. Жолға шықпаймын, компта мынаусыз отыра алмаймын. Родной, мынау тауықтың боғынан жасалады дейді ғой. Жынсың ба? Қақтан көріп, біреу тауықтың боғын теріп жасайды дейсің ба? Мынандай шөптен бір нәрселерден жасайды ана қазір. Алдында атып тұрсам, братан көріп қояды родной. Сөйтіп келеді, аузыма құяды ғой бәрі. Осы ма саған керек еді? Нан біздің бакалар 6-шы классында атпастан. Біз ғой 9-10-шы класста атып, кейіннен үйреніп алып, енді ғой. Мама енді күнде күн шығады. Сенің шатасып кете береді, досың. Құдай ақын. Я 5.000 емес 10.000 деймін саған. Ой, міне саған 5.000. Анау не? Fuck you ғой. Я ол саусақ емес қой. Мә онда. Хатико деген фильмді көргесін ба? Иә. Кеше көріп жарылып қалғансың ғой. Ана иттің күтетін жері бар ғой, потолок қой. Бір ВК-ға бір дәріске история салу керек еді. Асыл, iPhone 13 шықты ғой. Қойш, объемы қанша екен? Ой, ёп, балта деймін саған. Асыл, Toyota 300 шықты ғой. Память неш? Девушка, паразам кетесің ба? Қаппайма мынау! Ауылға келген роднойың. Родной, ауыл деген осы, короче. Істегені? Не киіп ағасын істеген, не бәлені? Стиль ғой, стиль. Ауылда, родной, Адидас қой, Адидас. Бар ма андай? Хит қой, бар ғой, родной, жүрсей. Родной, смело. Адидас емес қой, братан. Қарамайды ондыға, просто спортивтің бар болса. Темекі ғой, родной. Родной, на жерде ешқайсысын темекі жей алмайсың. Неге? Братандар, жаңа таныс жетеді, такси ұстайсың, ауылдың шетіне шығасың, сол жерде темекіні шегіп, қайттан келмесең. Ана қыз кім? Айжан он. Теспе оны ешкім сындырмаған ғой ауылда. 86-дан былай қарай бәрі көрген ғой, танысып өйтіп. Ешқайсы сындырмаған. Бір сынықшы жақсылап салып берді қолын. Одан кейін ешкім сындырмайды. Досым, бір сушняк темекі алып қайтпайсың магазиннен? Алып қайтқаныз ауылда братчилер толып. Братчик, магазинге барып сушняк темекі алып берші. Қой? Сондай ма не? Сен бермейсің ба? Өздері жаздырып алып келе береді. Сдачный алып келу! Ойбай, сдача сұрайсың еще. Еще сдача алып келу. Шашым қалай зың болып тұр ма? Зың ғой. Шашымнан көп қарызым ше. Сенің қарызы көп досың. Қазір ше банктегілер звондамайды маған ше. Қазір чисто көшеге итпен іздеп шығып жатыр дейді мені. Звондаса телефонын көтермейсің ма? Көрші қалай жақсыз ба? Сен артынан досып шығарақ та көрші. Жауа сен ана кредитін жауып баса бірінші. Досым айтып отырмын ғой, дос болып сол кредит жабақта. Жоқ өзінде қарты. Бұрынғы қызым звондай береді. Не үшін звондай береді десем, соның жігітінің артына кредит алып тастаған екен ғой мен. Бір кроссовка болу керек еді Каспиретке. Трикошы? Трикон ғой, өз тырнақта болу керек болып тұр ғой бірінші. Кроссовкадан бір. Ертең бір жерден бір 100 000 теңге түсу керек. 5 000 теңге берсе, ертең берем 10 000 теңге. Мен алдындағы 50 000 ше. Бермей-ақ қойшы, сонымен расчет қояйық соны. Кеше анау банкке неге телефонға заявка тастап көрген ғой. К сожалению, к одобрению, не одобрение деп шыққан жоқ қой маған. Енді сразу бүйтіп шықты ғой.